Ұлтаны болмай ұлтымның сақталмауға ұмтылдым. Құлы болмаған құлқымның пейілі қымбат жұртымның. Мен қазақтың ұлымын. Шуағын төккен қаламның шұғыласынан шаралдым. Миллиондарға сатылмас мейірі қымбат анамның. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, армысың? Міне аптаған қарақтай таптап кіріп жатыр. Міне Алматы қаласына әкімшіліктің алды. Міне толған қарақтай. Міне емін еркін сайрап тайрандап жүр қазақ елі. Бұған не дейсіздер енді? Неге қазір елдің бәрі шулап атқан Қытайдың жаңағы азаматтарының визасыз бізге келуі жөнінде ше. Сол жөнінде жаңағы заң жобасынан сіздер таныссыздар ма? Бізге қандай келіп кетер қаупі бар ма, жоқ па? Сол туралы сұхбат алғымыз келген. Қазіргі таңда орталық аппарат дейді ғой, центральный аппарат деп айтады. Бізде ішкі істер министрлігінде қаралып жатқан жоба. Жоба әлі мақұлданғаннан кейін біздің басқа облыстарға, то есть біз Қазақстан Республикасы көлемінде облыстарымыз ба, соны біздерге өзгеріс болмаса ұсыныстарыңызды қосатын болсаңыздар деп бізге жібереді бірінші. Біз соны көргеннен кейін біздің өзіміз ұсынысымыз болса, болмаса алып қосарымыз болса, қосып жібереміз. Содан кейін барып ол мақұлданады. Мақұлданғаннан кейін ғана заңға енеді. Бұл қазір таңында әлі жоба, бізге әлі түскен жоба. Осы Қытай азаматтары бізде қандай тәртіппен келіп, көші-қон жаңа тәртібі қандай қазіргі таңда? Оның өзінің алгоритмі бар. Қазіргі таңда Қытайдан қай елден келсе де біздің жалпы республикада қазіргі таңда 78 ел бар. Визасыз режиммен келе алатын. Ол әрқайсысы өзінің визамен, өзінің стандартымен белгіленген. Әр елден мысалға алыс шетел, жақын шетел есептеледі. Бізде мысалға Қытай қазіргі таңда алыс елдеріне қатарына кіреді. Ол бәрі визамен келеді қазіргі таңда. Олардың бәрі жұмыс бағытында өзінің бір мақсатымен келеді. Көбісі бізге таңда енді өздеріңіз білесіздер, жұмыспен келгендер. Ол жұмыспен келетіндер жаңағы ішкі менен бар ғой, сыртқы істер министрлігінің несімен, визасымен, солардың қолдауымен барып, кейіннен кейін барып, бізге осы жақта жұмысқа рұқсат беріледі. Қазір енді өзіңізге көрсетіп бере аламын. Қытайдан келетін 14 күнге дейін ол безвизовый режим келіп, үш жерде келе алады. Келген тұста қабылдаушы тарап, или келген жер қонақ болып келген жер, мысалы сіздің үйіне келеді, или бір мекемеге келеді, олар бізді хабарлама жасау керек, хабарлау керек. То есть қазіргі e-қонақ деген приложение шығарылған. Оға e-қонақпен мысалға өзіңіздің телефон арқылы да хабарлауға болады. Одан бөлек жаңағы нелерде қонақ үйлерде бар, қонақ үйлер хабарлайды. Сол 14 күнге дейін ол безвизовый үш жерде жүре алады. Содан кейін барып уже ары қарай тіркелу керек болады. Хабарламаған жағдайда келуші тарапқа әкімшілік шара көру қарастырылған әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте. Енді қазір бірақ безвизовый деген не жоқ, заң күшіне енген жоқ. Безвизовый 14 күнге дейін ғана жүре алады. Жүру болды, қонақ ретінде келу болды. Яғни қазіргі таңда қолданып тұрған заң бойынша 14 күнге дейін жүре алады, визасыз. Ал заң жаңағыдай ұсынылып жатқан заңда ол жерде белгісіз ба? Ол жерде ұсынылып жатқан заң әлі бізге таңда келген жоқ. Мен өз басыммен таныс емеспін. Қазір ол туралы ешнәрсе айта алмаймын. Енді қазір жаңағы әлеуметтік желілерде бір көп бұрыстар болып жатыр. Қытай азаматтары Алматыларда ма бір жерде көп топ болып жүргендерін түсіріп жатыр да, бұл заң күшіне енді мыналардың бәрі топырлап жүр деген. Бәрі негізі бұл жалған ақпарат қой деймін. Ол енді ресми ақпарат болған жағдайда жаңағы ресми біздің республикалық жаңағы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жарияланатын еді. Ондай болса, ол енді қазір өзіңізге белгілі әлеуметтік желіде қазір екінің бірінде өзі бар. Әркім ойыны келеді, шарсыз келеді, соны жазайды, кімге қалай қақпақ болады. Енді өзіңіздің тәжірибеңізде бізде мысалы сондай осы көші-қон тәртібін бұзып, Қытай азаматтары сондай анықталып, сондай бір шаралар қолданылды ма? Осы біздің өңірде. Мен бүгінгі таңға дейін осы жерде қазір жұмыс істеп келе жатырмын. Мен осы жерде жұмыс істеп келіп, ондай әлі тәжірибеде болған жоқ. Болды, жақын шетел азаматтары, яғни Өзбекстан Республикасынан келгендерді, ондайлар бар, хабарлама бермей,
уақытылы тіркемей әкімшілік бұзушылыққа тартылғандар заң жолында ондайлар бар. Ал шетелден келгендерге ондай осы күнге дейін мен әлі көрген емеспін. Жақсы, рахмет, Реке.